Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай жилетканы бірге тоқитын боламыз. Менімен бірге болыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол үшін қыздар бізге міне жіп қажет. Міне мен Элайзың жібін алдым, 320 метр 100 грамм. Және де осы жіптің ақ түсінен алдым. Осындай қысқа жилеткеге осындай екі жіп кетеді. Бірақ кішкене көк жіптен кішкене көбірек кетеді. Жалпы екі жіп жетеді. Және 4 миллиметрлік крючокты қолдандым. Ең алдымен осылай кішкентай сақина жасап аламыз. Қыздар, қазір біз 15 сақина тоқимыз. Және де тағы плюс 1 сақина тоқимыз. Яғни барлығы 16 сақина жасаймыз. 16-шы сақина бұл жаңағы біздің столбик без накидамызды көтеруге арналған сақинамыз. Міне 15-ші сақинадан бастап столбик без накида жасап шығамыз. Барлық жерін емес, ең мысалы шетіндегісіне столбик без накида мен тоқимыз. Егер сіздерге видео тез тоқылған болса, YouTube-та жаңағы видеоның жылдамдығын азайтатын қосымшасы бар, соны қоссаңыздар болады. Міне осылай соңына дейін тоқисыздар. Қыздар, қараңыздар, сіздерге түсінікті болсын деп мен сызба жасадым размерлер бойынша. Менде міне мына ені менде 38 сантиметр болды, ал жоғары қарай ұзындығы 44 сантиметр. Ал міне қараңыз, мынандай жеңі бар ғой, қолтық жағы да, қолтық жағы ол 22 сантиметр. Ал мына көкірек жағы, мына жағы менде 25 сантиметр болды. Енді жалпы тоққан кезде қатарын мен айтатын болсам, менде мына қараңыздар, бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар деп солай көрсетемін да. Қараңыздар, кішкентеден тоқтық қой, бірінші қатарының арасындағысы екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар, бесінші қатар, алтыншы қатар деген сияқты 71 қатар шықты. Сосын менде 16 ряд шықты. Маяқтадан 16 рядты 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп сөйтіп санайсыздар. Менде 16 ряд және 16 қатар шықты да. Ал именно 16 қатар бұл тікесінен тоқитын жеріңізден осыға дейін сізде 16 қатар шығады. Ал енді міне қараңыздар, менде мына жерде уже қысқартылып бастады ғой. Қысқартылған жерінен мына жағына дейін менде 21 қатар шықты. 21 қатар тоқисыз, сонда барлығы мына жерден мына жерге дейін менде 37 қатар шықты. Ал қысқартылмай, мысалы тіке тоқыдыңыз ғой, мына жақтан мына жаққа дейін 16 қатар тоқыдыңыз, ал маяқтан маяққа дейін сіздер 21 қатар тоқисыздар. 21 қатар осылай. Енді тағы бір сақина тоқисыздар. Жібімізді айналдырамыз. Сосын ең шеткісіне осылай столбик без накида жасаймыз. Барлық жағына қосып алмайсыздар да, тек қараңыздар, көріп тұрсыздар ғой, ар жағындағысына столбик без накидамен қосып аламыз. Тағы осылай соңына дейін жалғастырасыздар. Міне біз толығымен тоқып болдық. Енді тағы да бір сақина жасайсыздар, айналдырасыздар да, шет жағынан алып, тап жанағындай қылып, столбик без накида жасаймыз. Осылай жалғастыра бересіздер. Тап осылай қыздар, сіздер 71 қатар тоқисыздар. Міне қыздар, мен 71 қатар тоқыдым. Өздеріңіздің размерлеріңіз бойынша үлкейтсеңіздер болады. Және де
тоқыма созылып кететін болған соң өзіңіздің размеріңізден 3-4 см кішкентай алғандарыңыз жөн. Енді қазір ақ жіпті аламыз да стақина жасайтын боламыз. Сосын мына жіптердің ешқайсысын біз қимаймыз. Бірінің үстінен бірі тоқып кете беретін боламыз. Мына көк жіптің ішіне ақ жіпті кіргізіп тоқимыз. Ал қалған жіптер осы тоққан ішіне қалдырып кетесіздер. Бұл жіптер сырт жақта қалып қалмауы керек. Міне осылай. Міне шет жағына біріншісіне столбик без накида, яғни бір сақина жасаймыз ішіне кіргізіп. Және де жоғарыға қарай 3 сақина тоқимыз. Сосын келесі, міне қараңыздар, осы жерге, міне қараңыздар, міне көріп тұрсыздар ғой, сол жерге столбик с накидом жасайтын боламыз. Міне келесіне де столбик с накидом. Арасына бір сақина қалдырып кетесіздер де, астынан да міне бір жолды қалдырып кетесіздер. Келесі жолға тағы да столбик с накидом тоқисыздар. Міне екіншісіне, екінші столбик без накида бар, сол жерге тоқисыздар. Столбик с накидом. Тап осылай 3 столбик с накидом тоқисыздар да, арасына бір сақина тастап кетесіздер. Яғни қазақша айтқан кезде біз 3 баған жасаймыз да, арасына бір сақина тастап кетеміз. Бір сақина тастаған кезде астындағы жолдан да бір жол тастап кетесіздер. Және өздеріңіз көріп отқандай, астында бізде көк жіп тұр, өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Сол жіпті міне тоққанның арасына кіргізіп кетесіздер. Оны бөлек қалдырып кетпеңіздер, себебі екінші жолға келген кезде біз көк жіппен тоқимыз. Сол екінші жолды тоққан кезде сіздеріне қазір тоқатқан ақ жіптің ізі бар, оны ішіне қосып тоқып кетесіздер. Тап солай екі жіппен қатар тоқитын боламыз. Қыздар, міне столбик с накидом тоқып шықтық. Екі столбик с накидімен екі бағаны тоққаннан кейін үшіншісін тоқып, жартылай тоқисыздар да көк жіппен, ақ жіппен емес, көк жіппен бітіресіздер. Және де айналдырасыздар тоқымамызды. Бір, екі, үш сақина, жоқ, 4 сақина тоқисыздар. Сосын қараңыздар, үшінші столбик с накидом бағанға үстіне баған тоқисыздар да, сосын двойной баған тоқисыздар. Және арасында бір жол қалдырып кеттік қой, төмендегі көріп тұрсыздар ғой, сол жолға кіргізесіздер да, біріншісін тоқисыздар, бірінші бағанның, сосын екінші двойной бағаны, екінші бағаны бар ғой, соны осылай тоқисыздар. Сонда бізде астыңына көк узор кетіп әдемі болып жаңағыдай шығып тұрады. Түсініңіздер, осыны бізде 3-3-тен шығады. Сонда бізде бір баған, екі двойной баған, сондағы бір баған болады. Сосын үшіншісіне тағы баған тоқисыздар да, сосын двойной баған тоқисыздар. Астына қалдырып кеткен жеріміз бар ғой, тап сол жерге двойной баған тоқисыздар. Өте оңай қыздар, түсініп алсаңыздар. Ең алдымен барлық нәрсені бастаған кезде түсіну керек дейді ғой. Осылай түсініп алуларыңыз керек. Міне үшіншісіне баған тоқисыздар, двойной баған тоқисыздар, бір сақина қалдырып кеткен жеріміз бар ғой,
сол жерде міне асты жағынан алып тұрып двойной бағаныңызды тоқитын боласыздар. Яғни екі еселенген баған тоқисыздар да. Жаңа бір баған, анау екі еселенген баған. Оны біз асты жағынан алып тоқимыз. Және үшіншісіне бір баған тоқимыз. Қараңыздар, мына жерде мен деген ақ жіпті бүйтіп алып кетуді ұмытып кеткенмін. Сіздер ақ жіпті алып кетуді ұмытпауларыңыз керек. Мен қазір қайтадан тоқимын. Бірақ осы ақ жіпті осылай алып кетіп тоқуларыңыз керек. Мен сізге көрсетіп жатырмын. Себебі келесі жолда біз ақ жолды тоқимыздың арасына кіріп кетуі керек. Түсіндіңіздер ғой? Ақ жіпті қосуды ұмытпаңыздар. Міне мен уже көк жіппен екінші қатарымызды тоқыдым, арасына ақ жолды кіргіздім, ақ жіпті кіргіздім дегенім ғой. Бір сақина тоқисыздар да, міне ең соңғы бағанның үстіне бір баған тоқисыздар да, оны көк емес ақ жіппен жаңа ізіне сонымен тоқисыздар. Сөйтіп бізде енді ақ жіппен үшінші қатарымыз басталатын болады. Үш сақина тоқимыз, сосын двойной баған жасаймыз. Міне двойной баған жасаймыз. Бір сақина қалдырып кеттік астына. Астынан бастап тоқимыз оны. Сол кезде бізде узорымыз әдемі болып шығады. Міне екі еселенген баған тоқыдық. Тап соның қасына біз тағы бір бағанымызды тоқитын боламыз. Және де көк жіпті арасына өткізіп жіберуді ұмытпауларыңыз керек. Себебі келесі қатарымыз бізде уже көк жіптен болады. Міне двойной бағанымды тоқыдым, тоқып жатырмын. Міне енді бағанның өзін тоқимын. Бір сақина қалдырып кетемін да, маяқта қараңыздар, келесі үшіншісіне үстіне баған тоқимыз да, двойной баған тоқимыз. Тап сол узор осылай жалғаса береді. Двойной баған тоқып жатырмын. Қыздар, міне осылай тоқи бересіздер. Міне бірінші қатар, екінші, үшінші қатар ғой, тап солай 16 қатар тоқисыздар. Ал егер ұзындау болғаны қалайтын болсаңыздар, 18 қатар или 20 қатар тоқсаңыздар болады. Менде қысқа жилетка тоқып жатырмын. Қысқа болып тұратын да, сол себепті 16 қатар тоқыдым. Және тығақ ортасынан тап осылай белгілеп аласыздар. Міне қараңыз, тап ортасынан белгілеп аласыздар. Себебі қазір біз міне көкірек жағындағы екі жаққа бөліп тоқитын боламыз. Міне қараңыздар, жаңа бірінші міне көк жер бар ғой, содан өтіп келесіне екі столбик без накида тоқисыздар бір жерге. Сосын міне бірінші столбиктің үстіне полустолбик тоқисыздар, жарты столбик, яғни жарты баған тоқисыздар. Екіншісіне қараңыздар, столбик с накидом,
екі столбиксін тағы да столбиксін әкелдім. Енді екі столбиктен кейін үшіншісіне двойной столбик тоқисыздар, яғни двойной баған тап жаңағы ақтың үстіне осындай узор түсу керек. Қараңыздар, көріп тұрсыздар ғой. Енді бір сақина тоқисыздар да мана тоқып жүрдік қой, узор тап солай тоқисыздар, ешқандай өзгеріссіз. Міне егер сіздер қателесіп кететін болсаңыздар, екі жақты мына жақта қалай тоқыдыңыздар, ар жақты да тап солай тоқисыздар. Міне қазір дәл ортаға дейін тоқисыздар, және де қараңыздар. Менің міне екінші сызбамды сіздерге түсінікті қылып көрсетіп жатырмын. Себебі мына қысқартатын жері бар ғой, қарап тұрсаңыздар, міне менде мына жерден бастап уже қысқартылып бастағанда қараңыздар, сол жерді мен сіздерге түсіндірген сызба ретінде жалпы түсінесіздер деген ойдамын. Қараңыздар, мына жерде мына жерде қараңыздар, мынау сақина, ал мынау столбик без накида, ал мынау полустолбик, ал мынау столбик с накидом, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, столбик с накидом, воздушная петля. Мына жерде де орын қалдырасыз. Воздушная петля істеген кезде бір орын қалдырасыздар. Так, сол. Ал мынау столбик с накидом. Мына жерде орын қалдырасыздар. Ал қысқартатын жері мен сіздерге именно мына жерде қалай қысқартылады ғой, сол жерде міне 1, 2, 3 қатарын көрсетейін деп отырмын, сіздерге түсінікті болу үшін да. Қысқартқан кезде міне қараңыздар, менде міне мына жерді көрсетіп жатырмын. Мына жерде сақина, столбик с накидом, полустолбик, столбик с одним накидом, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, столбик с накидом. Сосын воздушная петля. Міне соны көрсетіп, мына жерде менде осы, мына жерде мен жазып қойдым. Столбик с накидом дегенді мен қазақша баған деп атаймын. Воздушная петля деген сақина деп атаймын. Столбик с двумя накидами дегенді екі еселенген баған деп айтаймын да. Екі еселеніп жасалған бір баған бұны, ал екі еселеніп жасалатын бағансы екі еселенген баған деп атаймын. Полустолбик деген жарты столбикті, жарты баған деген сөз ғой, жарты баған жасаймын. Столбик без накида емес, столбик без накида деп айтамын. Сіздерге маған да түсінікті болу үшін жалпы да. Кейбір менің жаңағы комментариялар келіп жатыр екен, түсініксіз айтқан терминдеріңіз түсініксіз деп. Сол үшін кешірім сұраймын, себебі менің өзім осы тоқыманы үйренген кезінде орысша үйрендім да. Ал осы сөздердің барлығын переводтаған кезде ешқандай сөздің мағынасы дұрыс келмей тұр да. Сол себепті бұл столбик с накидымды баған деп атаймын. Воздушная петля бар ғой, оны сақина деп атаймын. Сақинаға ұқсайды ғой, сол себепті оңай болады, сақина деп айтсам, сақина деймін. Двумя накидами ол екі еселенген баған. Екі орысша мен қазақшаны араластырып тұрып сіздерге түсіндіремін. Полустолбик деген жарты столбик. Ол жаңағы мысалы накид қоспайсыздар да, тоқылатын тоқиды. Полустолбик дейді, менде видеода бар, жаңа көресіздер. Бірінші қатарда сол. Ал уже енді қараңыздар, мына жерге келесіздер, мына жақтан біз деген мына жолда міне ақты келдік, мына жерді қысқарттық, сол жерді түсіндіретін боламын. Мына жерде қараңыздар, мына жерде менде былай көрсеттім. Қысқартқан кезде міне столбик с накидом, столбик с двумя накидами, сосын екі жерді, мынау не дегенім жазбай кеткен екен. Бұл дегеніміз екі бағанымыз бар ғой, столбик с одним накидами деп айтамыз ғой, сол екеуін бірге қысқартып тоққан кезіміз мынау деген. Соны айтамыз. Мынаны мен екеуін қарап астына бір деп қойғам, екі бағанды бірге қосып қойған, бұл қысқартылады деген сөзіміз. Сонда негізінде 4 баған тұрады, астына 4 жол тұрады. Соның екеуін қысқартып жатырмын да, сонда мына жақтағыларды біз былай қысқартып жатыр дегеніміз. Міне мына жер сондай, міне қараңыз. Міне менде уже қысқартылды. Қараңыз, міне мынау мен мынау қосылып кетті дегенім ғой. Менде мына жақта көрсеттім ғой. Міне мына екеуі бар ғой, менде осылай. Міне 1, 2, мына екі еселенген баған, бағанымыз.
қысқартылғанын міне мына жерде көрсетіп жатырмын түсінікті болу үшін. Енді мына жаққа келген кезде мен уже көк жіппен бастаймын да, мен екі мынаның үстінен бір екі сақина тоқимыз, воздушная петля деп тоқимыз ғой. Сосын барып менде мына жерде мынаның үстінен міне столбик с накидом тоққанмын, тағы да столбик с накидом, сосын столбик с двумя накидами, столбик с двумя накидами, столбик с накидом. Міне мына жерде тап сондай қылып сіздерге істеп қойдым. Сақина именно мына ұзын болып сызып кеткен жерлерім бар ғой, мен анда сызып кеткен жерлерім обычный қылып тоқи бересіздер деген сөздерімді ешқандай өзгеріссіз, тек қана қысқартылған жерлерін сызбамен өзім сіздерге түсінікті болсын деп көрсетіп жатырмын. Енді міне қысқарттық, мына жерге келейік. Енді мына жерді жасауымыз керек. Мына жерді жасаған кезде мен қараңыз, міне қараңыздар, так, мына жерде қараңыз, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, столбик одним накидом, міне сызып қойдым. Столбик с накидом, двумя накидом, один накид. Сосын міне бір баған тоқыдым да, бір, екі, үшеуін бірге қосып тоқыдым да. Қараңыз, міне үшеуін мен бір, екі, үшеуін бірге қосып тоқыдым деген сөз. Сосын міне мына жерге келеміз да, міне бір, екі, үшіншісін қысқартқан кезде жоғары қарай үш сақина тоқимын. Үш сақина тоқимын да, қараңыз, үш сақина тоқимын да. Қараңыз, мына үшеуі бір жерде тұр ғой, арасында көп сияқты болып көрінеді. Тоққан кезде кішкентай болып тұрады. Үш сақина, сосын барып мына жерге бірінші баған, екінші баған тоқимын да, сосын сақина қалдырып кетемін. Бірінші баған, двумя накидами, столбик, сосын двумя накидами, қалғаны жалғасып кете береді. Мендегі мына жеріне бір баған, екінші баған, қараңыз, үш сақина, міне мына жерде көрініп тұр ғой. Бір, екі, үш сақина, столбик с накидом, бір сақина қалдырып кеткенмін, қалғанын тағы сондай қылып міне тоқыған. Енді мына жерлердің барлығы тағы солай болып тоқылады. Міне мына жаққа келдік қойыңдар. Именно мына жерге келген кезде міне осылай қылып тоқисыздар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осылай. Қараңыздар, міне мына жерде тап осылай тоқисыздар да. Орта жағына келген кезде двойной столбикті бірге қосып тоқисыздар. Осы алда жағын қысқартамыз. Ол кезде уже біз міне көк жіптен тоқимыз. Тап жаңағы сияқты ақ жіпті арасына қосып жіберіп тоқисыздар. Келесі жолымыз себебі ақ жіптен тоқылатын болады. Міне осылай 4 сақина немесе 3 сақина тоқисыздар. Қараңыздар, енді мына ақ жіпті арасына қосып тоқып кетесіздер, оны ұмытпаңыздар. Енді столбик с накидом тоқимыз. Немесе сонда 3 столбик с накидом болады, және двойной столбик тоқимыз. Қалғанның барлығы жаңағы көк узордың үстіне көк узорды тоқып, тап солай жалғастыра бересіздер, және арасына жіпті ұмытпаңыздар.
Қараңыздар, енді үстінен тоқыдық қой, тағы бір баған тоқисыздар. Енді біз мына жерде қысқартатын боламыз. Тағы бір баған тоқисыздар. Және де келесілерін қысқартып, екеуін қосып, бірге тоқитын боламыз. Осылай қысқартылады бізде. Жаңағы тап солай тоқисыздар, бірақ арасына ақ жіпті кіргізесіздер. Ақ жіпті кіргізіп тоқисыздар. Енді 3 сақина тоқисыздар. Айналдырамыз. Және де көк жіпті арасына кіргізіп жіберуді ұмытпаңыздар. Енді столбик с накидын тоқимыз. Тап видеода қалай көрсетіліп тұр, тап солай тоқи бересіздер. 3 баған тоқыдық, 1 сақина тоқимыз да, келесі қараңыздар. Бізде осылай қысқартылады. Қазір. Енді орта жақтарын қараңыздар, ақ узор бар ғой, тап соның үстіне бірдей қылып тоқисыздар. Осыған дейін қалай тоқыдыңыздар, тап солай. Тек жаңа қысқартылатын жерлері өзгертіледі, қалған жерлерінің барлығы ешқандай өзгертілмейді. Тап алды жаққа дейін осылай тоқисыздар, ешқандай өзгеріссіз. Енді мына жерге келген кезде біз уже қысқартамыз. Столбик с накидын тоқимыз, до конца тоқымаймыз. Оны осы үшеуін бірге қосып тоқимыз, және қысқартамыз, және көк жіппен тоқимыз. 3 сақина жасаймыз, айналдырамыз. Тап видеода қалай көрсетіліп тұр, тап солай тоқисыздар. Ең бастысы жіпті арасынан тоқып кетіп ұмытпаңыздар. Бірінші баған, екінші баған, үшінші баған, арасына бір баған тастап кетесіздер да. Тап видеода қалай көрсетіліп тұр, солай тоқи бересіздер. Қараңыздар қыздар, именно осы жер бізде қысқарады. Үшіншісінен кейін оң жақ шеті ешқандай қысқармайды, және қолтық жағы қысқармайды. Ал көкірек жағын қысқартып тастайсыздар. Менде уже қысқартылып бітті.
қараңыздар, міне мен екеуін тоқып болдым. Енді мынаны аласыздар да. Міне. Так, осылай. Арақыда істейсіздер. Так, достар, міне. Мына жеріне дейін. Осы жерінде тап мынандай қылып тоқыдық қой. Бұл жерін тап осындай қылып, мына екі жағында тап сондай қылып тоқисыздар. Ал қыздар, міне екі жағын тоқып болдым. Міне осы жерге дейін тоқисыздар. Қалған жіптердің барлығын қиып тастайсыздар, жөндеп. Енді біз міне қолтық жағын тоқитын боламыз. Көк түсті жіпті аласыздар, сақина жасайсыздар. Сосын міне сіздер 6 сақина жасайсыздар. Бір міне бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы тағы плюс бір сақина тоқисыздар, ол көтеру үшін. Алтыншы сақинаға шетінен столбик 5 накида тоқисыздар. Алтыншысын тоқыдық. Сосын қараңыздар, шет жағына тап бір орын қалдырып, қараңыздар, столбик 5 накидамен қосасыздар. Сосын тағы шет жағына қараңыз, айналдырасыздар, шет жағына ғана тоқисыздар. Жаңа асты жағын тоқыдық қой, тап сондай қылып алтауын тоқисыздар. Тап осылай жалғасып кете береді. Бірақ барлығына тоқымайсыз, тек шет жағындағы қараңыз, көрсетіп тұр ғой, шет жағын ғана тоқисыздар.
Қыздар, қараңыздар, енді міне мен тоқып болдым. Екеуін қосатын боламыз. Тоққан кезде міне столбик без накидамен екеуінің арасын қосамыз. Общий 6 столбик без накидамен қосасыз. Себебі бізде барлығы 6 столбик без накидамен бастадық қой, бізде барлығы 6 болып шығу қажет. Қыздар, міне осындай өте әдемі болып шығады. Тап осылай да екінші қолтық жағында тап осындай қылып тоқисыздар. Ал қыздар, міне мен екі жағын тоқып бітірдім. Енді біз міне көкірек жағын тоқуымыз қажет. Бұл да кішкене басқаша болып тоқылады. Сіздерге түсінікті тілде және түсінікті қылып көрсетемін. Қараңыздар, ең алдымен міне дәл ортасына біз сақина жасаймыз. Міне бір сақина жасаймыз. Міне столбик с накидом жасаймыз. Сосын бір сақина тоқисыздар да айналдырасыздар да жаңа осы бір столбиктің ішіне екі столбик тоқисыздар. Тек шет жағына тоқисыздар онда да. Сөйтіп біз көбейтеміз. Екі столбик тоқисыздар. Бір сақина тоқисыздар да айналдырасыздар да именно шетіндегі столбикке тағы екі сақина тоқисыздар. Ал келесіне тек бір сақина тоқисыз. Сонда бізде 1, 2, 3 болып шығады. Біз 6-ға дейін үлкейтеміз. 6-дан кейін бәрін бірдей қылып тоқимыз. Үшеуі шықты бізде. Түсініп тұрсыздар ғой да? Енді тағы бұны шетке қарай столбик без накидамен қосамыз. Жоғары қарай, міне, жоғары қарай тағы осылай столбик без накида қосамыз да айналдырамыз. Айналдырғаннан кейін бір сақина жасайсыздар да, не 1, 2, 3 болып шықты ғой. Енді біз чуть-чуть түсуіміз керек. Біріншісіне столбик без накида жасайсыздар. Екіншісіне столбик без накида. Шетіне тоқисыздар. Үшіншісіне 2 столбик без накида тоқисыз бір өнің ішіне. Сонда бізде төртеу шығады. Енді бір столбик без накида бір сақина аласыздар. Бесеуін шығаруымыз керек енді. Шетіндегі столбикке 2 столбик қосасыздар. Сонда бізде бесеу шығады. Екеуін тоқыдым. Шетіне. Ал содан кейінгілердің бәрін үстісіне столбиктер жасайсыздар. Біз 6-ын шығаруымыз керек. 6-дан кейін ешқандай үлкейтпей тап солай тоқи бересіздер.
міне столбик без накидамен қостым. Келесі үстіне тағы бір столбик без накида. Сосын бір сақина айналдырасыздар. Енді үстіне бір столбиктен істейсіздер. Міне бір столбик без накида, екінші столбик без накида, үшіншісі, төртіншісі, ал бесіншісіне келген кезде екеуін істейсіздер. Сонда бізде барлығы 6 болып шығады. Міне көрдіңіздер ғой. Енді бір сақина жасайсыздар да, үстіне ешқандай үлкейтпей, үстіне столбиктер жасап шығасыздар. Жаңа жеңі қалай болып шығады, тап сондай ұзынына жасап тоқып шығасыздар. Осы жаңағы көкірек тұсы жаңағы жеңіне келген кезде жіпті қаттырақ қылып тоққандарыңыз жөн. Жұмсақ болмай, қатты болып шыққанда әдемі болып шығады. Міне үстіне қарай столбик без накида. Енді қараңыздар, бір сақина, міне бір столбик без накида, екінші столбик без накида, үшіншісі, төртіншісі және де бесіншісі, алтыншысы. Қараңыздар, 6 болып осылай жоғары қарай кете береді, ешқандай өзгеріссіз. Міне просто біз алды жағында осындай үлкейтумен бастауымыз керек. Уже жақындап кеткен кезде біздер осыны азайтатын боламыз. Міне қараңыздар, міне осылай жалғастырып тоқисыздар. Міне сол жерге дейін ғана тоқисыздар. Біз екеуін қосып жібереміз араларын дейін. Бір-біріне кездескен кезде 3-3 болып кездесуі қажет. Ал қыздар, міне мен мына жерге дейін тоқыдым. Енді біз бұны азайтуымыз керек. Ол үшін істейміз. Бірінші столбик без накидамен осылай тоқисыздар да. Және 5-ші және 6-шы столбик без накиданы бірге қосып тоқисыздар. 5-ші, 6-шы столбиктерді міне екеуін бірге қосып тоқисыздар. Қысқарады бізде осылай. Бір сақина жасайсыздар, айналдырасыздар. Осы жерден міне тағы 5-ші және 4-ші столбиктерді қосып тоқисыздар. Сонда бізде 5, 4, 3, 2 болып азаяды. Және тек қана қараңыз, оң жақтағы шетін қысқартып тұрсыздар ғой сіздер. Екеуін қосып тоқып қысқартасыздар. Жалпы өте оңай, түсінсеңіздер. Енді айналдырасыздар да. Біріншісі столбик, екінші столбик және үшінші столбикті бірге қосып тоқисыздар. Бір сақина айналдырасыздар да, екеуін бірге тоқисыздар. Міне біреу болып шықты. Енді міне осы жерге қосамыз да. Енді қараңыздар, ана шеті бар, ең бірінші басталған шеті. Сол екеуінің арасын қосып тоқитын боламыз. Міне. Онда столбик без накидамен қосасыздар.
Ал қыздар, біздің жилеткамыз осындай әдемі болып шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.